Достар, бүгін мен сіздерге видео қосымшасы туралы айтатын боламын. Яғни өзіміздің видеомыздың оптимизациясын қалай көтеру керек екендігіне жауап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді достар, видео қосымшасын біз жүктеп алу үшін Play Market'тен немесе App Store'дан поисковикке видео деп жазамыз. Және осы видео для YouTube деген қосымшаны тартып аламыз және открыть деген батырманы басамыз. Play Market'те немесе App Store'да бар. Және осы жерде, мынау жерде стрелканың белгісін басамыз. Одан кейін Google'дың суреті бар үстінен басамыз. Сізге өзіңіздің аккаунттарыңызды көрсетеді, яғни Google'ге тіркелген өзіңіздің аккаунттарыңыз көрсетеді. Осы жерде қайсы аккаунтта сіздің YouTube каналыңыз тіркелген екендігін өзіңіз таңдайсыз. Мысалы үшін менде Іскер Азамат gmail.com-да тіркелген. Міне мен кірдім осындай видео қосымшасына. Енді бірден мен сіздерге YouTube'дағы видеолардың оптимизациясын көтеруді үйретейін. Одан кейін видеоның видео қосымшасының қалған қосымшалары құрылғыларымен таныстыратын боламын. Енді мына жерде оптимизация дегеннің үстінен басамыз. Осы жерде көріп тұрсыздар. Міне видеолар, өзіңіздің жариялаған видеоларыңыз шығады каналыңыздағы. Мен осы видео қосымшасын пайдаланып, өзімнің бір видеомдың оптимизациясын өте жоғары деңгейде көтердім. Қазір мен сіздерге сол видеомды көрсетейін. Және ол поисковикте іздеген кезде ең біріншілердің қатарында тұр. Мысалы үшін міне жалпыға бірдей декларация деген видеоны көріп отырсыздар. Осы жерде 30.500 адам көрген. 30.500 адам көрген. Міне көрсетейін. Және бұл поисковикте іздеген кезде ең бірінші видеолардың қатарында тұр. Міне олардың тегилері, қазір мен көрсетем. Және бұның оценкасы даже 50 емес, 48. Қазір тағы бір видео көрсетейін. Осы жерде, мысалы үшін, шортстың видеосын көрсетейін. Міне оценкасы тоже 48. Оны 50-ге дейін көтеретін болсаңыз, вообще жақсы болады. Мысалы үшін, бұны менде 2400 адам көрген. Мен енді видео қолданбаған қосымшалар, видеоларымда бар. Олардың жаңа просмотрлар кішкене аз болып тұр. Сондай видеолардың біріне біз оптимизациясын көтеретін боламыз. Қазір сіздермен бірге. Мысалы үшін мына видеоны оптимизациясы, вся оценкасы 0 болып тұр. Көріп тұрсыздар. Енді осы жерге біз ең алдымен бұның атын туырлап аламыз. Қайтарымсыз грант 2023 Астана қаласы бойынша бөлінген гранттар саны деп қояйын. Бөлінген гранттар саны. Сохранить деп басып аламыз. Осы жерде сохранить деп басқан кезде осындай код келуі мүмкін. Запросит код дегенді басасыздар. Міне сіздердің электронды пошталарыңызға осындай код келеді. Осы кодты енгізулеріңіз қажет болады. Мысалы қарамен жазылып тұрған. Копировать етіп аламыз. Және осы жерге вставить етіп қоямыз. Одан кейін далее деген батырманы басып, продолжить деген батырманы басатын боламыз. Енді мына жерге описание жазасыз. Описание жазу үшін мына жерде чек-листке қарап алайық. Бірінші чек-листке қарайық. Чек-листте бізде длина заголовка дегенде тақырыбы жазылған. Тақырыбында бізде 60 сөзден асып тұр. Енді длина описание бізде өте аз болып тұр. Осы жерге описаниясын жазсақ болады. Мысалы үшін сәлем достар дейін. Деймізді, сохранить деген батырманы басамыз. Мына жерде міне көріп отырсыздар. Длина описаниеде бізде уже болып жанды. Енді длина тегов деп тұр. Тег бізде жоқ. Мынау жерде. Енді бұл тегиді жазу үшін біз мына жерге келеміз. Енді осы жерге, мысалы үшін мына жерге
теги жазамыз. Мысалы үшін қайтарымсыз грант 2023 міне 69 поисковикпен общая оценка поисковый объеммен іздесеңіз болады, ең көп іздейтін. Мына жерде стрелканы басып конкуренция қарасаңыз болады. Поисковик объеммен қарасаңыз 3371 адам іздеген екен поисковиктен қайтарымсыз грант деп. Мысалы үшін общая оценкасы 69 болып тұр. Яғни 50-ден жоғары болса біз оларды ала береміз. Мысалы үшін мына жерде қазір көрсетейін тағы. Қайтарымсыз грант деп жазайын. 66 болып тұр. Бизнес бастау қайтарымсыз грант. Бизнеске қайтарымсыз грант деген мысалы үшін 38 оны алмаймыз, біз іздемеген похожный тегиден қарап жатырмыз. Бизнес бастау атамекен 45 оны алмаймыз, бізде тек қана не мынандай жасыл болып жанып тұратындар 50%-дан жоғарыларды аламыз. Сол кезде біздің видеомыз ретке шығатын болады және поисковиктен біріншілердің қатарында болады. Тегилердің бәрін жақсылап жазып аламыз, сосын барып сохранить етеміз. Оценкасын көреміз, оны оценкасы 44 болып тұр. Осы жерде количество тегов, популярный тегов дегендерде көтеру керек. 44 әлде де көтеруге болады. Осының жанына төменге түсетін болсаңыз, қайтарымсыз грант өтініш беру, міне бізде қайтарымсыз грант 5 миллион теңге қайтарымсыз грант. Астында осындай нерде обновить етсеңіз тағы тегилер шығады. Тегиіміз толды, осындай қызыл жанды. Енді мына жерде все оценкасын көреміз. Так, бірінші сохранить етіп аламыз. Оценкасын көреміз. Міне 48-ге бірақ көтерілді. Осы да бізге нормальный жетіп жатыр. Енді чек-лист көреміз тағы қандай. Міне длина тегов бізде жақсы. Егер субтитр қоятын болсаңыз, осы жерде ручной қоюыңызға болады. Субтитр творческий судьяға лақтырады сізді. Осы жерден субтитр қоюыңызға болады. Субтитр қойып отырмайым. Менің видеоларым көбісі субтитрсыз. Мына жерге сілтеме қою керек. Неге? Жазбаға бірнеше сілтеме болу керек. Мысалы үшін не қайтарымсыз грант бойынша көмек қажет болса сілтемені басыңыз деймді. Выбрать, вставить етем дағыны. Бір сілтеме жіберем. Сохранить дегенді басам. Міне описанияда сілтеме болды. Енді хэштег орнат дейді. Хэштег сондай көп орнатудың қажеті жоқ. Осы жерде мынау жерде хэштегті қоясыз дағына. Мынау жерде бизнес бастау дегенді мынау нелерді жақындатып қоясыз. Сонда хэштегтеріңіз әдемі болып шығады. Бастау бизнес, грант алу жолдары, сертификат алу. Осы жерде қайсысының жаңағыдай несі жоғары, пайызы жоғары, соны аласыздар. Мысалы үшін мына жерде қайтарымсыз грант Астана менде. Көп емес, бір 3 хэштег қойсаңыздар жеткілікті. Бағана міне 70 болып тұрған. Осыны қойын. Қайтарымсыз грант бойынша бөлінген грант саны. Міне осыны жазамдағына сохранить етем. Міне көріп тұрсаңыздар, міне барлығында осындай жасыл жанып тұр. Мынау субтитрді ғана қойған жоқпын, және Facebook'та ғана жариялаған жоқпын. Оның үстіне все оценкасы мына жерде 48 болып тұр. Пока мынау астындағылары все оценкасы міне 48 болып тұр. Енді осылардың барлығын жасап болдық. Міне осы жерде жаңа біз тегиді жаздық. Көріп отырсыздар. Өте жақсы қосымша. Тағы бір рет көрсетіп шығам. Міне осылардың бәрін жасап болғаннан кейін біз жай ғана шығамыз. Оны қайтадан кіріп қарайтын болсақ, оценкасы міне 48 болып тұр. Чек-листте бізде бәрі жанып тұр. Көріп тұрсыздар. Енді сіздің видеоңыз жаңағыдай ретке шығуға көмектеседі. Енді осы жерде айта кетейін, видеоға қосымшасында поисковик, сіздің ключевой сөздері, тегилерді осы жерден іздейсіз. Мысалы үшін YouTube монетизация. Міне
общий оценкасы 64. Және осы жерде қандай нелер похож, ұқсас тегейлер бар екендігін көруге болады. Общая оценка, мына общая оценка деген үстінен бассаңыз поисковик объем қарауыңызға болады. Мысалы үшін қанша адам іздейді оны деген сияқты сұрақ іздейтін. Одан кейін мына жерде идея дня деп тұр. Сізге күнделікті осындай бір осы жерде идеялар шығып тұрады, қандай салада видео түсіру керек. Мысалы үшін мен мына саналарды сақтанып алғам. Грант алуға өтінішті қалай беруге болады деген сияқты міне мен сақтап алғам. Ал мен өшіріп тастаған нелер мына жерде тұрады. Мынау сіздің неңіз. Осы жерде главный бетте мынау жерде нені басатын болсаңыз, достижениені басатын болсаңыз, мынау сіздің алған жетістіктеріңізді осылай көрсетіп тұрады. Мысалы үшін 2000 подписчикке сіз қай уақытта жеттіңіз, 90 мың қаралымға қай уақытта жеттіңіз деген сияқты сұрақтар нелерді осындай мотивация беру үшін жетістіктерді осылай көрсетіп отырады. Сондай-ақ мына астында конкуренттерді енгізуге болады, және сіздің сұранысқа ие жаңағы тегейлеріңізді көрсетіп береді. Ең сұранысқа ие поисковикте ең бірінші орында тұрған видеоларыңызды мына жерде көрсетеді. Одан кейін конкуренттеріңізді енгізіп қоюыңызға болады. Конкуренттердің видеоларының қаралымдары қандай болып жатыр, ең жақсы видеолары қандай болып жатыр деген сияқты өзіңіздің YouTube каналыңыздағы топ видеоларды қарауыңызға болады. Осы қосымшамен компьютердің көмегімен де кірсеңіздер болады. Компьютермен кірсеңіздер біршама дүниелер қолжетімді болады. Содан кейінгі видеоны міндетті түрде қараңыз, мен компьютерлік версиямен кіріп көрсететін боламын. YouTube арқылы табыс тапқыңыз келсе, кері байланыспен ең оңай тәсілдермен үйрететін 0-ден бастап табысқа шыққанға дейін YouTube-пен максимум курсын ұсынамын, және бұл курсқа қазіргі таңда үлкен жеңілдік болып жатыр. Осы курсқа жеңілдікпен жазылып үлгеріңіздер.